Таңдарда сұрағаным баламның жүрек едің, жан ботам жыламағын. Баламның жүрек едің, жан ботам жыламағын. Ел жұртыңа жақ келін, ұл менен қыз тап келін. Бауырыма басайын, баламдай болақ келін. Ел жұртыңа жақ келін, ұл менен қыз тап келін. Бауырыма басайын, баламдай болақ келін. Ұлымның сыңарысың, үйімнің шырағысың. Қош келдің өз жұртыңа, көп күткен қуанышың. Қош келдің өз жұртыңа, көп күткен қуанышың. Ел жұртыңа жақ келін, ұл менен қыз тап келін. Бауырыма басайын, баламдай болақ келін. Ел жұртыңа жақ келін, ұл менен қыз тап келін. Бауырыма басайын, баламдай болақ келін. Асылдардың арнасымыз, бектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Құдалар келді, құдалар, бірге болайық, мәңгі құдалар. Oyumuzda bolmaydı böyle, oyumuzda bolmaydı böyle. Töz kakasıp şapan camıp, bir torga kadar konuk, kodala sultandan keremet. Töz kakasıp şapan camıp, bir torga kadar konuk, kodala sultandan keremet. Kudalar, zihni kudalar, belge bulayar, mengi kudalar. Kudalar, ezgi kudalar, gönlüm dostlar, bizde kudalar. Kudalar, mengi kudalar, belge bulayar, mengi kudalar. Kudalar, ezgi kudalar, gönlüm dostlar, bizde kudalar. Aslan günümüz yerinde.
Жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұң құбылып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұң құбылып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел билейік оңаша. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім сағанай, теңеуінді айдан табамай, табамай, табамай. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім сағанай, теңеуінді қайдан табамай, табамай, табамай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Ей тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Kevin bir şaka bana gittin de öyle gitsin. Öyle git. Kevin bir şaka bana gittin. Oradan üstüne kaçalım da. Yaktan gelebilirim ya. Ama onları ne gidecektim? Yolumuş. Allah kudaşılır. Arabalar gidiyor. Yeni şamacı oldu. Evet, bu arada. Kaynağına soğuk olur. Şeyleri böyle yok mu? Sen kaynağına ne diyorsun? Başlarınız attık. Güzel bir şukulaşa. Şukulaşa. Bir de kızım ya. Ana şeyden bir şey bir Assalamu alaikum sözün bastı. Müslümanın balası gelmiş doktor ordumuzdan tıktır. Selam berip alayım. Selam bergen sağlık berет, selam algan рахатын көрет дейді апалар көкелер. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіздер. Қадамдар ұзақ болсын. Талаптар оң болсын. Жақсылыққа жол болсын. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Әрдайым отырар орындарыңыз осылай көрбесін. Ассаламу алейкум даналарым. Білім мен сусын жатқан саналарын, армысың арқа сүйер ағаларым бауыр десе жасайтын барамалын. Ардақты аналарым саламат па, абырайдың ақ туындай орамалың, нартылғалы нағашылар орта толсын, жиеннің екетпейтін сұрағанын.
Қадірлі жиен бөле саламат па, сіздерге де атпасын бұраламын, сіздерге арнап талай жыр құрағамын, бәрін айтта бірін айтпа өздеріне, қош келдіңіз, мың жылдық құдаларымды қосып. Түр түстеріңізден, шама-шарықтарыңыздан жоғалатып отырмыз, сондықтан мен құдаларым деп айтқан ниет болатса, осы әулеттің құдаларымдалар қош келдіңіздер, қадамдарыңызға нұр жаусын. Бүгінде мінеки екі елдің арасында алтын көпір құрылып, бір елдің ұлы ер жетіп, бір елдің азаматы бой жетіп, неге ортаға сөз байласып, серттесіп, шаңырақ көтеріп, ортадан отау тігіп, екі рулас екі елді бір дастархан аясына тоғыстырып, құда анда қылып отырған құдалықтарыңыз, қуаныштарыңыз құтты болсын деп қояйық. Құда деген сөз бір киелі тамаша сөз деген, Құдай деген сөзге бір-ақ арып қана жетпейтін аса мәртебелі құрметті сөз деген. Ал құдалықтарыңыз құтты болсын. Мыңның түрін білгенше бірдің атын біл дейді, бір көрген біліс, екі көрген таныс, үшінші көргенде аттан түсіп қол алыс деген. Сондықтан өмірге болса барлықтарыңыз ауларлас, той қорылас азаматсыз. Бірақ дегенмен де мынау естелік болып камера қалады, ертең үйде отырып асықпай телевизорды қосып қойып көрсеңіздер де болады. Сол үшін мынау пәленше екен ғой, мынаның атын ұмытып қалдым деген нәрсе болмасын деп, әдейі мынау өздеріңіз жақтан бірінші көкелер жақсылап бір қысқа да нұсқа таныстырып жіберсеңіздер, онан кейін осы сіздер келіп отқан шаңырақты жақсылап таныстыратын боламыз. Мынау Жәнібек деген ағамыз, әкелеріміз бәріміз туыспыз да. Жәнібек деген ағамыз, оның қасында отқан жеңгеміз, Ажар деген, Ташкентский жеңгеміз. Одан кейін Бексит ағамыз Тампта тұрады. Біздің әкелеріміз күні бәрі немере, біздің үлкеніміз әкеліміз. Нағашы. Түн нағашы болады да. Одан кейін мынау келіндеріміздің өзі туған нағашы. Бұны танисыздар бәріңіздер. Мынау өзі Мауыздау құдаларыңыз Ерболат, біздің ағамыз болады. Мен өзім Ерболдың інісімін, немереміз. Бірге ойнап бірге жүргеніміз. Мынау жиен, Лизаге ойын ғой, Лиза апамыздың екінші баласы. Теміртаудан келіп тұр. Ана кісі Ербол ағамыздың енесі, құдағай сіздерге. Ана кісі сіңілісі, таныстар. Өздеріңіз айтамыз, мен аттан білмеймін. Аттан айтамыз, танымайды да жақында танымайды. Өздеріңіз айтамыз. Ана кісі біздердің үлкен жеңгеміз. Құралайдың нағашы жеңгесі. Бақыт апа деген. Мынау ең кішкентай біздердің келініміз, нағашы жеңгесі Құралай. Ана кісі Розайдан деген біздердің жеңгеміз, Ербол ағаның көтерілген ағасы бар. Әйелі боламын. Еркебай деген. 4 жылдың атым жұлдызай. Құралайдың ең үлкен апсыны боламын. Мауыздау құдағайларыңыз Құралай. Қолды көтеріп Енді аттарын жаңылыстырам, енді айып етпейсіздер, өздерінің аттарын айтып отырасыздар. Мына Бақытжанның ең үлкен ағасы, Екінші ағасы. Мырзаш деген ағамыз міне. Онан кейін араластырып айта берейін. Онан кейін мына апамыз, Бақытжанның ең үлкен апасы. Жақын апа деген. Онан кейін кішкентай мына Бақытжанның апасы бұнда. Bir жас үлкен апа. Bir жасында екеуі. Қайда тиісіп өскен. Онан кейін мынау немере апамыз, Аманкүл деген апамыз. Мынау Емек деген әжеміз. Шешесін соның. Апамның. Бірақ бұл жеңгесі болады. Біздің әжеміз да енді жеңгесі болады. Мынау да жеңгесі. Қалсара аты Емек. Бұл да Бақытжан жеңгесі немереміз бізге. Ана кісі де апамыз. Оған көбісінің зарапшылықтар танышар, Әлімхан ағаның қарындасы бұлда Онан кейінгі кісі Құдағай болады. Құдағай сенен демашын. Онан кейін бұл кластасымыздың әйелі, Бақытжан кластасын. Әйел, атыңыз ма атыңды? Қаракөз. Қаракөз. Қаракөз десе Қаракөз. Бақытжанның екінші ағасының әйелі Қазақстаннан келген жеңгесі. Түркістаннан атыңды айтшы. Жәмила. Мен Түркістаннан келген құдаларым жеңгесі. Онан кейін мынау Атым Жәмила. Мырзаш ағамыздың әйелі. Мына кісінің әйелі. Онан кейін
Мәди деген ағамыздың әйел бақытжанның оқыс ағамыз. Ya, basım kaçsız kötken. Ondan keyin mına Baqçanın en kichkintoy kenje qarindasi. Endi o'zim tumalarni aytib atadi. Kengash bilan. Ya bo'lsa Xudoy. Muradistin naaşı. En kichkintoyman. Ortaga chiqgan ya. Mana ең әзірлік деген ағамыз бар еді, марқұм қайтыс болған, соның баласы, ең кенже баласы. Үркен деген. Аты мынау жаңағы менің алтын деген жеңгеме де оның баласы. Бақытжанның ағасының баласы. Папасын айт, папасын. Мынау ағамыздың қызы. Гүлмайра. Жаңа алтынның нелері. Дәуіш ағамыздың қызы. Эльмира. Осы Қазақстанға кетіп қазір бәріміз бытшыттық күткеніз ғой қазір. Аттарымызды да білмейді. Бәрі кесе бер. Немере ағайымыз. Ya mına kısa Toybekенің апасы. Bu жен сіңісі екен. Сіз сіңісі Toybekенің. Аттарыңызды айтып жіберіңіз. Тойлығын. Айман атын қош келдіңіздер. Талаптарыңыз оң болсын. Талаптарыңыз бәрі құтты болсын. Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Қостанай, Қазақстаннан Ерсұлтан ағамыздың қызы аты Нағима. Бұл Гази денге ол. Бұхара. Қарауыл базар, я. Мына ең Бақытжаннан үлкен апасы жаңа ол жердеміз. Мына бала бұлда нағашы шөп келеді. Бақытжанның қайнысы болып. Бақытжанның қайнысы тоғашы. Ой, маған күйеу ғой. Атақ даңқын жалпы жұртқа мәлім, барлығын таныстырған кісі аты әлімді қойды. Ата тұрып сөйлесе ер жеткені, ана тұрып қыз сөйлесе бой жеткен дейді. Бір елдің арғыл қызы бой жетіп, бір елдің азаматы ер жетіп, екі елдің ортасына осылай алтын көпір құрылып құдалықтың сән салтанаты болып жатыр екен. Құдалық қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, ғұмырлы да тұғырлы болсын деген тілекті қоса кетейік. Артықты етпейді. Ал енді мынау айтып отық қой, шайға қараңыздар, ыстық-ыстық, көк шайға көк шай, қара шай, қара шай. Әнеге мынау қызметте жігіттер болса, мынау тәтті сулардан бастап құйсаңыздар болады. Құдағайларыңыз танығасын. Демадық па? Азардың алдында көп жүресіз бе? Соқып кетіп бір-бірлеріңіз танымай қалжырмеңіздер. Тойбеке деген құдағайларыңыз осы кісі. Нұрадистің анасы, Нұрадис күйеу балдарыңыздың анасы. Құдаларыңыздың аты Бақытжан. Құдалар енді ар жаққа қарап жатыр, үлкен кісілер жаққа. Қош келдіңіздер, қалаларыңызға нұр жаусын, талаптар оң болсын, жақсылыққа жол болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын, отырар орындарыңыз дайым осылай төр болсын деген тілек білдірейін. Киімдеріңізді, көңілдеріңіз киген киіміңіздей дайым осындай түсі ақ болсын, ниетіңіз пәк болсын, жаратқаным баршаңызға жақ болсын, дымақтарыңыз дайым шақ болсын, жүрген жерінде құдашалар дайым ойын күлкіге тап болсын, жастардың басында мәңгілік таймайтұғын бақ болсын деп қосып қойсаңыз. Қош келдіңіздер деп, мынау мыңның түрін білгенше бірдің атын білдейді, атам қазақ, өздеріңізді құдашалар бір жақсылап таныстырып жіберсеңіздер, онан кейін осы жерде сіздерге қызмет жасауға келіп тұрған құдағайларыңыздан бастап армен қарай таныстырамыз. Қарамыққа кеттім, Шахтинск қаласынан кеттім. Туған апасының артында 70-60 жыл Мен таныстар өтермін. Келіндеріңіздің сосын бір жеңгесі, айттым ғой Лиза деп, нешмәт айтам. Айтен. Атым Айтен 2006 жылғы. Солай болсын ба? Бірден бетке шапады бола береді? Мен өзім таныстырсам Фарида олар. Осы келіндеріңіздің апасының келіні болады. Дулаттың келіншегі. Нағашы жеңгесі болады. 81 жылғы Фарида. Мынау менің қызым. Шынарайым 2008 жылғы. Менің балам не жасты екен бе?
Таныстырайын. Тойбекенің ең үлкен апасы бұл кісі Қырғызстаннан келіп отыр. 68 жылғы алты тойлы күн. Сосын мынау Тойбекенің туған бөлесінің келіншегі. Жен жеңгесі. Сен бөлесі ғой. Өзіме Тойбекеге де бөлек отырды. Аты Жәнімкүл. 71-ші жылға. Өзімді айтып кетейін, мен Қостанай облысы Рудный қаласынан келдім. Тойбекенің жен сіңілісімін. 73-ші жылғымын, атым Айман. Қалғандар енді таныстырды. Өздерін таныстырды. 74-ші жылғы. Қайнапам атын айтам деймін. Мен Бақытжанның апасының атын Толқынай. 60 жылғы. Ең үлкен апамыз Жақынай. Ол Текелден келді. Бақытжан кластасы. Аты? Айта беріңіз. Ары бөлесі. 72-ші жылға. Роза апамыз болады. Кластасымыз Алиса. Нағашы менің нағашы апа. Мен ба Бақытжан нағашы. Секуші. Апамның қызы. Отыра берген дұрыс екен, отырғаныңыздың өзі Тойбек апамен бірдей. Базарда шарықтап нарық кетпесін. Бәрін айтта бірін айт. Бұқарадан кеп тұрған кісі қалып кетпесін. Қарауыл базардан кеп тұр бұл кісі. Бақытжан ағамның немере ағасының қызы боламын да. Дейміз мына бүгін дастархан әрқашан тойға жайылсын, Құдай кетпей тұрып сөйлеп алу керек. Орғара шақырып алып кетіп жатыр. Құдағай келу керек та, Құдағай не бар. Құдағай бүгінгі мына дастарханымыз әрқашан ашық болсын. Біздігім әрқашан ажырамасын. Үйіңізге той деп келейік Құдағай. Мына бәрін алтын көпір болып отқанына екі жас бақытты болсын. Суардың бақыты, жастар бақытты болса, біз бақытты. Алтын көпіріміз ешқашан бұзылмасын. Той деп келейік әрқашан, той деп жүрек. Барлықтарымыздың үйлеріңізде той деп барайық. Қозғалып қарынға ел қондырып көңілді бірлеп отырыңыздар. Құдалық болғаннан кейін, қуаныш болғаннан кейін көп тілегі көл болады дейді. 40-тың бірі қадар, 100-дің бірі уәли, 1000-ның бірі әулие деген келіссөз бар. 40-тың бірі болып келіп отырсыздар. Құдағай деген мәртебелі атаққа ие болып еніп отырсыздар. Мына жерде біреудің жасы үлкен, біреудің жолы үлкен. Сондықтан да біз адасып жатсақ, айыпқа бұйырмай жастарыңызға, жөн жорықтарыңызға қарап, біздің көкелер жақтан бір кісі, ақ жаулықты біздің аналар жақтан бір кісі тамаша тілегін арнап жіберсе, негізі нұр үстіне нұр болар еді. Хош. Алар міне бүгін мына балдарымыз бас қосқанына ортақтасып сіздер той беріп жатсыздар. Біздерді құрметтеп балаларды шақырып жатсыздар. Тойларыңыз әрдайым тойға ұлассын. Ең бастысы мына балдарыңыз бақытты болсын. Үгірлі, шөгірлі, немерелі, шөгірелі болсын. Еліміз тыныш болсын. Мына кен дастархандарыңыз әрдайым тойларға жайылсын. Тарс кездеріміз үзілмесін. Құдағымшылдық, күйеужүршілдік деген 1000 жылға дейін құдалықтарымыз жалғаса берсін. Еліміз тыныш болсын әрдайым. Тойларыңыз той болсын, балдар бақытты болсын. Бүгін үйлеріңізде келін келіп, не отыр екен, келіндеріңіз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Тасаттан беріп қалған сөз нелерін білмей жатыр. 2 жас бақытты болсын, 10 жас ұзақ болып, ендігі жылы осындай уақытта шілдеханаға тойларыңыз тойғалассын. Көргендеріңіз той болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Неме дейміз, бақытты болсын жастар. Alın da gene bakalım.
Көкшай деп отыр. Жер жаққа көкшай деп отыр, көкшай деп отыр. Қызыл шай болды, қызыл шай айтамын. Ama kızlar biliyor yani yaşadık kimsekte tuzları geçiyor. Aynen. Mına toylarınız kutlu olsun bugün. Sılap hürmet ko'rsatib жатқандарыңызға үлкен рахмет. Мына біздерді ақтастарына басымызды қосып отырған 2 жас қайынсіңлім Өлежанмен күйеу балам Нұрадистің бақытты тойлары ғой. Әмин айтқан. Құтты болсын я. Шаңырақтары биік, керегелері кең болсын. Күндері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Аңсаған арман ниеттеріне жетіп жүре берсін 2 жас. 2 жақтың ата-анасын қуантырып, Нұрадис күйеу баламыз, қайнапамызға ұлындай болсын. Өлежан сіздерге қыздарыңыздай болып, осы үйдің тастай сіңіп, қызметтеріңізді қылып жүре берсін. Барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын, осы еліміз тыныш болсын я. Осы тыныштығымыздың арқасында барлықтарымыз тойлар көріп жүре берейік. Осы я тойларды жақсы Алғаш тағам кел жатыр, ал орталарға ашып жақсылап жайғастырыңыздар. Бұларға деп арнайы. Елкілер бар ма? Böyle bir şey Altından ne yapacağım? Aldık. Ne yap? Hoş. Senin şeyine şeyimiz sevişiyoruz. Radyoyuz. Kızlar vakti olsun. Осы отырғандарыңыздың барлығына аманшылық, барлығыңыз бақытты, саулық, өмірлеріңіз uzun болсын, осындай ақтастырғаныңызға әрдайым толып жүре берейік. Ең алдымен дәмін, одан кейін барып ән ұста деген соққылар бүгінгі құдалық қуанышымызды біз болып, сіз болып, жақсылап бір көтеріп көңіл күйде өткізуге атсалысып отырайық. Сіздердің құрметті қошеметтеріңізге тамаша тартулы әндерімізді сіздерге тартулы өткізіп отырып, сау болыңыздар. Beni oynattırsan şalar eğer adamlar vermedi kolar eğer barında vuralım ben oynadaydım kızlara bulacağımlar şalar eğer barında vuralım ben oynadaydım kızlara Karmadan karmadılar, kargıldalar. Şahsıdan şahsadılar, şargıldalar.
Al bizim kökeler жақтан кімге келіп қалды? Біздің ақжаулықты аналар Ал, ассалаумағалейкум. Екі жас қой, себепші басымызды қосып жатқан. Бақытжан Тойбеке тойларың құтты болсын. Дастархандарың ақшан тойға жайылсын. Әмин. Бірінші денсаулық дейді, дендеріміз сау болайық бәріміздің. Тойларың тойғаласа берсін. Не дейміз, осы жерде айтылып отқан тілектің бәріне қосыламыз. Аман болайық, сіз болып, біз болып. Сыйласып өстіп. Тек тойға келейік те осы бақытжан. Екі жас бақытты болсын. Әрқашанда аман болып, дендері сау болып, насыбалықтарға дені сау. Енді бұрыннан да бөтенеміз тұз әкеміз нағашылары ғой. Жолай берсін нағаш. Жақынысты жақын болған. Жақынысты жақын болған. Әке дейіне болып барасыңыз, әке дейіне. Нәзі қалды. Аман болыңыздар, әрқашан той болып, тойға келейік. Қалағат пен сабыр болсын. Сіздердің үйлеріңізде де той басталды деген дабыл болсын. Айтылған ақ тілек ізгі ниеттер Алланың алдында қабыл болсын. Ал алқашыңызға. Тағам болсын. Осындай екі елдің ортасы Қазақстан, Өзбекстан аман болсын деп қояйық та. Қазақстаннан келіп жатқан кісілер, арнайы алтын уақыттарын қиып келген кісілер сіздерден қош келіп жатсын. Қадамдарыңыздың нұржасын деп қояйық. Қазір әркімнің шаруасы өзінің басынан асып жатқан заманда біреу үшін, туысқан бауыр үшін уақыт табудың өзі қиын заман болып қалса, алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге мыңдап алғыс. Құдашалар той қаласын, біздің келіп отқан төріміздегі құдашалардың құрметіне жібек сезім деген бір тамаша табыл өткіміз келеді. Armanımdan satsanca, sarımdan sen saktauca, Şollayda janarımday, Gönlüm bolcaklanca, Aytayın jürek sözüm, Alma telik sözüm,
Yaşlar bakımlı olsun. Bakacağım. Hadi, basket. Arkadaşlar Bakacağım alkışlamış olan. sağ olsun. Balanın kitleri uyuz. Abi eksiksiz fazlasını dursan. Allah olsun da körüm bir sürü. Hayır, arkadaşlar yılan dergenlerin olsun da yaxşı niyetlerge buyura versin. Aldar bak. Orada siz bizde istasan. Ya bıraktım da. Bu dikkatle ne yemedim sürüden anlar olmaz. Yattılar. Navruzbaytlar endi үлкен той. Бақытжан өзімнің інеміз. Ана Дәубай екібастан кластасымыз, анау досымыз Жәмила. Өзіміздің туған жеріміз, өсіп өнген жеріміз. Келіп қалдық бүгін енді осы екі баланың арқасында. Балдар бақытты болсын, дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын, ата-ананың қадірлі де қымбатты балдары келіні болып жүре берсін. Алладан аңсаған армандарына жеткізсін Алла. Осы барлық айтылып жатқан сөздердің барлығы періштенің құлағына шалынып, періштелер аумин десін. Заманымыз тыныш болсын. Барлықтарымыздың үйімізде той болсын осындай. Сол үшін алып қойыңыздар.
Bunlar baldan başı. Bak karasın, kıdırdarsın. Dastarınızda bereke versin, otunun basına bereke versin. 2 жас бақытты болсын, тойларыңыз той қаласын. Басталды ма? Басталды. Шағал күннен бастаймыз. Кемпірлер келетірмен қараңдар. Нұрай, қаяқтан жин? Кірсем кебеді. İkine de mutlu edilir. Ne yapalım? Aşı böyle tolar, jengel bulat kağıtlar ne tane? Ye, bunlar da var ekan koya. Yesbegen yelde köptür. Buna mene uygun getin koyuyor. Bastı gittiniz. Baymayın ki Buna mene koyuyor. Özellikle patarlardan yiyelim. Sökür sokmasa kibalar. Aşvatır mı yani? Yeşil türlü patates koyuyorlar. Ana kimse bir yere gitmesin. Babalarga barganda. Yeşilge barganda. Kaç kilo yok işte. Bir dakika gel, bir dakika gel. Oraya kırılır. Burası kaç kaytar sabahı. Direkt. Evet, ben kaçına bak. Ben Наверное, вечерний коллектив. Вечерде жүрем деген. Арқаңызда есік бар. Науда Мынау қыста киетін көйлек, құдағай бешерді қылдығасын деп. Мынау сүрнекетті бойынша жакетіменен көйлек, мынау көкіректемен көйлек.
Basmenен koktarası. Salat. Mao spagetim salatı. Biz tekşakımanda gittiler. Gebiriyorum, geç gebiriyorum, gebiriyorum. Ya baktan durum. 8 yılga kiyim almaytın bolsa. 5 yılga дейін. 5 yıl sonra. Елең ақша тұрамайтын да? Ayak giyimlerine de. Балетка. Тоғынаға өздері көрсетсін да? Жәрдемші ғой сен мәрсі ашылады да, мынандай. Мынандай ет сапок. Кожны деп айтсақшы, кожны. Натуральный кожа. Айтайын ма айтыр ғой? Жылқау болады. Капок. Пакетка. Анау боянатындары. Ала бөлектемен кет. Науда. Құдағайын тарқататын. Енді ауазым енді шығамады. Bir boylusun bulma. Aslında ben seni işte men керек емес.
Денің сау бол. Ой, тоқтар үйінде берейін деп отырсам да қой бер. Құтты болсын. Кетет не өзі. Kulağının maması. Kişi Kudakay'ın 9'u unutup gittin, diğerden şurada olmaz. Onu da aşk görsetin der. Erkek, erkek. Tabii ki erkek. Yani bargan gidecek gitken bu. Yürümeyi unutmayın. Oy, akonay. Sire bir tamala kenak svetini. Aşkına mı? Aşağı koy. Şaşırmaz kimsin? Saktas çek kadar. Ülke, her ülkesin aladan salt saltına. Ülke ülke hayır tutmaz tercüme ki. Nanda kaçar yeri var. Hadi akşamlık bir yemek. Hadi sen gibi sarıl. Bizim baldarım taldayma oluyorsun. Öyle olsun, şöyle olsun, insanlar türlü olsun. Dileyle burada şükür de şertip, toybekimden bakonum aksakal sarsı ol, nebire şu bizim ona dayıcı olsun. Құрметті құдағайлар, құралар, арнайы сіздер келіп отқаннан кейін осы той үстінде біздің Бақытжан ағамыз, Тойбек анамыз осындай арнайы келген қонақтарға, өзінің бауырларына, тума-туғандарына қала берсе қыз баланы төркіндету деген бұл адам қазақтан келе жатқан дәстүр ғой. Сондықтан да осында келіп отқан Бақытжан ағамыздың қарындасы бар, Жанайым деген қарындасы. Сонау Жетісайдан келіп отыр. Сол кісіні арнайы бүгін тойда төркіндетеміз деп ортаға шақырайық. Жанайым баба, келіңіз. Осы жерге бірге келген ұлыңыз бар ма, қызыңыз бар ма? Баласы бар ма? Бірінші өзіңіздікін алып алайық. Кейін жиендікін табыстаймыз. Ал арнайы өзіңізге. Altın sakınası da var.
Көрсетіп қой. Көрсет. Міне орамалы. Ой, әлі жеңгелатын. Жеңгесіне Тамаша. Жанайымға әрдайым өсіп немере ұл қызды бағып жүріңіз. Бәрекеттеп арқасынан қағып жүріңіз. Осы бауырымның берген еттеп тақансын тағып жүріңіз деп құлайды. Ал, енді берсе қойның ақ дейді апа. Арнайы апасына. Мұрадистің көз аған. Өзің апаң ба? Елен қолына тақтасын жүгірейін деп тұрсын. Құтты болсын апа. Жанайым жарқын апа бір шетке тұра беріңіздер. Мынау жиенге арнайы. Жаңа айттық қой, Жанайым апаның ұлы осында келіп отқан бірге. Мынау арнайы өзіне киіп көрсе. Болмаса ауыстырып ал өз жерде вариант бар кезде. Мынау әкеңе дейді арнайы. Мынау папасына. Барғаннан кейін айтады ғой, өздерің алып ол маған ештеңе әкелмедіңдер ме деп. Мынау қызына екен. Өздеріне қарсы жібермеймін деп отырмын. Ал енді мынау осы жиенге арнайы осы Жанайым апаның баласына бір тай деп отқаныңыз жаңа? Иә. Жанайым апаның баласына бір тай жиенді сыбағы. Баяда кетерде мүмкін кетесің. Болмаса Баймұратқа қарай қой жіберсең, сол ар жаққа Айдаркөлден өтсе жетсай бар шығар. Баяғы осындай бір кісінің жиені сүндеттеліп сүндет той жасаған ғой. Сөйтіп сүндет той жасап жатса біздің Бақытжан ағамыз сияқты жомарт нағашысы тойдың ортасына шығып, жиенге арнайы бір тай шашуым бар. Бірақ қазір бермеймін, қазір кішкентай жасы, ертең азамат болған кезінде, атқамінер болған кезінде көкпар атқып дайындап берем, мойныма аманат деген ғой нағашысы. Сөйтіп еліне қайтып, арадан жылдар өтіп, баяғы жиен азамат болып, үлкен азамат болған атқамінер. Баяғы нағашының да аты өсіп, тұлпар ат болған, ауылында ұлан асыр той болып жатса, жиенін шақыртты ғой арнайы осы ауылдың 50 жылдық мерейтойында жиеніме тұлпар атты мінгіз аманаттан құтылайын, ертең анаяқта сұрап жүрмесін деп. Арнайы сөйтіп жиеніне аманатын мінгізіп астына ауылында болып жатқан ұлан асыр көкпарға қосып жіберген ғой бәтесін беріп. Сөйтсе нағашының бәтесін алған жиеніңді Алла қабыл етеді, тілегін қабыл етеді деген ең бірінші салымда алдына жан салмай шауып келе жатқан ғой. Сөйтсе Бақытжан ағам сияқты көкеміз нағашысы ат мінгізген, қуанып, мақтанып, марқайып шапкасын төбеге атқан ғой. Көрдіңдер ме кімнің жиені екенін? Байқадыңдар ма деп қасындағыларға мақтанып, марқайып апа шалқайып тұрған кезде, қазандыққа жақындаған кезде басқа бір шабанды серген жыл болып кетіп қалған ғой. Сөйтсе жаңа нағасы айтады, атаң әлттің баласы бір руға жүрдік ататқан кезде. Ондайдан құдай сақтасын деген. Әрдайым осы жиен болып, ел болып, ортада қарым-қатынас үзілмесін. Ал, тағы бір кісі бар еді, оған тақтыңыз Бақытжан? Өзіңіз жақтан. Әлита Толқынның қызы. Жиені Анита дейді. Бақытжан ағамның жиені Анита. Азиза. Айжан. Айжан Асылзада. Айжан қаяне. Үшеудің көтім көтім. Көрсет жіберіңдер қыздар. Апалар көріп алсын, бюджеттеріміз деген көріп алсын жақсы. Честия алып келіп жатыр нақтағылар. Тілектеріңіз дүрдеген, көңілдеріңіз гүлдеген. Бұл үшеуі бірден алатын білген о футболшылар білдегені болса. Бірден тентіп көшін. Оптым маған ба бірдеген о бә? 4 жастық 4 көрбеше. Зарапшанда Зарапшан құрақ көрбеше деген инстаграмда аккаунтта соғыстық берген. Реклама. Ал енді мынау беретіндерді егелеріне табыстасақ, мен жаңағы төркіндетілген 3 қызды ортаға шақырайын. 90-ға шықса да төркін жұртқа барған кезде қыз ау деп төріне шығаратын алдынан апаларымыз ортаға шығыңыздар. Төркіндетілген қыз өзінің төркін жұртына өзінің ризашылығын білдірген 3 рет ризамын деп айтады екенсіздер. Сал солай елден көргеніміз сол, сосын сіздерге жасалайын деп отқан мақал айтыңыздар.
Ризамын Бақытжан Тойбеке, ризамын сіздерге. Сау болсын. Қолдарыңның Бақытжан Тойбеке жеңше, мен сіздерге ризамын. Ортамызда ойнап, күліп, тек той-тойлап жүре беріңіздер. Нағашада рахмет. Сіздер бұлай сәкеу дей салсаңыздар да болады. Әрдайым Тойбеке болған ба? Беретіндер? Рахмет. Әрдайым сіздерге осы қыз келді деп, жең келді деп біздің Бақытжан ағам жомарт жандар секілді сыйлықта үйе берсін. Бауырым деп қуанышта беттеріңізден сүйе берсін. Келесі жыл Құдай қаласа, Шілдехана тойға келген кезде әр қайсыңызға бір ботал түйе берсін деп қаламыз. Бәке көпке сүрген жоқты ма? Давление көтеріп бай болу дейді. Бай болу әркімнің қолынан келеді дейді. Бірақ жомарт болу әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан осындай жомарт жандар аман болыңыздар деп қаламын. Ал енді бір сыртқа шығып азғандай билесеңіздер болады. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla mına Arda Sarkan'da Rajirat, Havurlar, Toslar, Ağayın. Bizi bas oturduğumuz. Netice kızılak toyların bola versin. Allah'ım. Ne dilesem Allah'dan şükrediğinde Allah kabul etsin. Bak ben devlet karagay kılgan isterim bir Allah'a jaragay. Tavday olsa kınarımız afı özüldalar. Kaçelerimizi yapsın. Yetem menen turganda böl perişte. Askın esirim şaşsın. Sahardan turib Allah'ım baldarım ortыңыз жақсы. Ақтан мінет пайғамбардан шапағат. Пілдерден неде жортқандығы жолдарың болсын. Қыдырата жолдастарың болсын. Қайыр берен қылсылтен жылауларында жүрсін. Allah'ın nazarında, baktın nazarında ne tilesengdir bir Allah тілектерін қабыл Жақсылап жайғасып отырып алыңыздар, сіздердің алдарыңызда тағы да бір тәтті тартылайын деп жатыр. Бұл арнайы Нұралис күйеуалдарыңыздың ағаштылардың атынан арнайы өстіп шашып дайындап тұрмыздар. Тағы бірдей қуырдақ қалау бола бермес деп күзге дейін етсін. Кафеде қандай отырсыңдар? Ағаштылардың атынан қабыл алыңыздар. Ағаштардың атынан. Кемпірлердің пәтесін ас қойдық, екі оды бос қойдық, ас қаламге қожағаңыздар, ас адамның арқау дейді. Кейбір жерлерде арақ оның тарқау деп тәсіліп қойды. Сондықтан ас қадамге қожалап қарынға ел қондырыңыздар, алдарыңызға ас қойып сіздерге тілек берсем, мынау ас суып қалады. Сондықтан суытпай сіздер алып отыра беріңіздер. Мынау сіздерден біреу, біздерден біреу деген сияқты мынау өзіміз жақтан да бір азғандай тілекті араластырып қояйық. Құдалар қайда жағаларыңызға жармаса бермей, ас суып қалмасын, алып жеп отыра беріңіздер. Мынау ер жігіттің үш жұрты болса, соның ішіндегі асылы ардақтысы, жиеннің қолдаушысы осы нағашы деген. Сондықтан да осы Нұралис күйеуалдарыңыздың нағашылары жалпы әлімбет балқылардың алдынан алдарыңызға осындай тәтті тағам тартылып отыр. Адам досымен, әулет киесімен, қазан асымен, ал ас иесімен тәтті деген. Сондықтан да осы астың иелеріне бір тілек берсек артық қият дейді шығар. Деген қаламдардың өмір жоқсын, екі жас бақытты болсын, ендері сау болсын, көтерген осауларын таңырағы дейіп болсын. Алла көріңіздер. Құлашалар Қырғызстаннан келген бәрі сіздерге осынау дұдан беріп жатыр. Қонағасы есебінен. Жаңа таныстырдық қой, ұрылар әлімбет балалар. Мені келген адамдарыңыз болсын, осындай ақ дастарханның үстінде әрдайым осындай жолығып жүре береді. Барлықтарыңызға денсаулық,
той қалана берсін. Құрметті құда-құдағайлар, келген қадамдарыңыз құтты болсын, төрден алып жатқан орындарыңыз да құтты болсын, екі жақтың ауызбіршілігін берсін, құдалықтарыңыз 1000 жылдық, күй балдарыңыз 100 жылдық болып, ортаға салып жатқан алтын көпірлеріңіз ешқашан бұзылмасын. Жастар бақытты болсын. Үздік тойда сіз біздесіп жүре берейік. Келіп жатқан қадамдарыңыз құтты болсын. Себепші болып тұрған жастар бақытты болсын. Құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Той-тойға жалғаса берсін. Біз ас болсын. Рет баяғыда болған оқиға өмірде бір көкеміздің қызы Жаңабай деген жігітке тұрмысқа шықты. Сөйтіп біраз уақыт жасасыпты да үйіне қайтып келіпті ғой. Сөйтіп үйге ұрысып қалып енді семья болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой. Сөйтіп азғантай ыдыс-аяқ сылдырлап үйіне қайтып келіп, ой болды ажырасамыз, жасаспаймын ол жігітпен деп сөйтіп жаңағы әкесі айтып жатыр дейді, ей шырағым бар, қыз деген жат жұрттық болады, өз ошағың сояқтан сүйегің шықсын деп жібергенбіз біз әте берді деп. Сөйтсе қызы бармаймын деп ашуланып жатыр. Жаңабай құрсын, Жаңабайға бармаймын деп. Сөйтсе баяғы әкесі айтып жатыр дейді, ей сорлы Жаңабайдан ажырасып қайтып Жаңабайға тиемін деп пең, біреудің Бөнебайына тиесін да сорлы. Жаңабайға онда да адамдар ашып жатыр Той болай берсін. Мына Орканың Ерболдың тойы ғой енді барлық тойларың құтты болсын. Не ғой дейді мына алыс жанды жақын қылған қыз жақсы дейді. Асымызды дәмді еткен қыз жақсы дейді. Осы қызымыздың арқасында екі жақ жақын болып жатыр. Üstüne ütükte bұрынғыланда жылы болады дейді Бақытжан айналып. Бәрің менің жолайлармен көнектен ешкім айырмаған бауырымсыңдар бәрің, иә. Той құтты болсын, той қаласа берсін. Мына құдалықтарың 1000 жылдық болсын. Балдарың бақытты болып, өздерінен өсіп өніп, түбі бір болсын да шақасы 1000 болсын.
Нұржанның келген жері құтты қоныс тұғыр болсын. Бірі кемпір, бірі шалдық, қосағадан құны балапанмен, балаханмен бесігіші жүгір болсын. Тайқырының тарсындай немерелер жүгіріп, отыңның басы дүбір болсын. Той қыласа берсін, балдар бақытты болсын. Бақытжанмен тойбіге солардан қызығын көріп, денсаулығың мықты болып ертең жүгіріп кете бер жаным.